Саламатсыздар ма, YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен наггетс тауық етінен духовкада пісіру тәсілімен бөлісемін. Сонымен бізге тауықтың төс еті, қызыл бұрыш, паприка, тұз, сүт, май, жұмыртқа, чеснок, ұн керек, сосын панировочный сухари керек. Мен оған кішкене чипси қостым паприкамен. Сонымен жұмыртқаларымызды жарып аламыз. Кішкене қозғап тұздаймыз. Осының үстіне сүтімізді құямыз. Паприка, қызыл бұрыш, тұз, чесногымызды майдалап аламыз. Сухой чеснокта жақсы болады бұған. Менде сухой емес, свежий болды. Мен свежий қостым. Бір қасық оливковый болмай бұл жерде. Енді ұнды бұл жерде мен бір 3 қасықтай қостым. Ол кішкене сұйықтау болып, кейін 1 қасық тағы да қостым. Сметана сияқты қоймалжың клеер жасаймыз. Осыны тауық етін турап, осыған араластырып аламыз. Мінекей дайын болды. Чипсиімізді блендерде өткізіп аламыз, майдалап. Оның үстіне панировкамызды салып, кішкене араластырамыз. Чипсы кішкене реңін әдемілеп береді, сондықтан араластырдым. Дәмі де керемет жақсы болады. Тауық етін жақсылап жуып, кептіріп осылай аламыз. Сосын жұқалау етіп, ұзыншалап, турап, жаңағы істеген клееріміздің үстіне салып, араластырамыз. Турап болдық біз. Енді осыны клеерге араластырып, жаңағы құрғақ панировканың үстіне салып, араластырып алып, қалпымызға саламыз. Бұны 180 градуста 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің 25 минутта дайын болды. Өте керемет, қытырлаған, әдемі. Сервировка жасаймыз осылай. Дастарханға қоюға. Өздеріңіздің қалағаны бойынша істеуге болады. Бұл жерде кетчуппенен чесночный сыр соусқа қойдым. Осымен бітті біздің наггетс. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып отырыңыздар.